Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей нәп-нәзік творожный рогалики әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге көріңіздер. Алдыңғы уақытта осындай менің керемет рецепттерімді, түрлі тағамдарымды және де тегін мастер-класстарымды жіберіп алмаш үшін арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Видеома лайк басып, мені қолдауларыңызды сұраймын, және видеоға қатысты өз пікірлеріңізді комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға творогымызды саламыз, яғни сүзбемізді салып, бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды саламыз. Сүзбеміз бен майымыз біріккенше жақсылап лапатан көмегімен араластыратын боламыз. Жақсылап араласып болған соң, үстіне содамыз бен уксусымызды газдетіп, үстіне салып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, лапатан көмегімен, я болмаса қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа салып қоятын боламыз. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырымызды ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Жайылған қамырымыз үстіне қант, я болмаса сахарный пудра, қант ұнтағын салып, жайып шығатын боламыз тегіс етіп. Енді пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай көрсеткендей етіп кесіп шығатын боламыз. Кесілген қамырымызды видеодағыдай орап шығатын боламыз. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа қыздырып, формамызға пергамент қағазын төсеп, рогаликтерімізді қойып шығатын боламыз. Жұмыртқа ештеңе жақпайсыздар. 20-25 минутта пісіп шығатын болады. Міне біздің рогаликіміз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басуларыңызды сұраймын. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.